оқырмандар, Букросин кітап алмасу акциясын насихаттау мақсатында бүгін біз кітап ақылшы досың атты библиокурсты ұйымдастырып отырмыз. Кітап алмасу акциясының негізгі мақсаты кітапқа толтыру мақсатында оқырмандарды кітап оқуға тарту және кітап оқу арқылы рухани бай болуға шақыру, кітап оқу арқылы рухани мәдениетімізді арттыру және кітап оқу арқылы кітап пен оқырман арасын тығыз байланысты отбасылық кітап оқу мәдениетін сақтау, жалғастыру және дамыту болып табылады. Букросин сөзіне келетін болсақ, Букросин кітап алмасу немесе кітаптың айналыста жүруі деген мағынаны білдіреді екен. Енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, кітап қалай айналыста жүреді деген болса, мен осындай оқып болған кітабымды осы кітап көрмеге әкеліп қойғанда өзіне ұнаған бір кітапты аламын. Сөйтіп екінші оқырман келеді да өзінің үйінде оқып болған кітабын әкеліп қояды да, ол өзіне осы жерден таңдап ұнаған кітабын алып келіп оқиды. Сөйтіп үшінші оқырман келеді да, мен қойып кеткен кітап ол оқырманға ұнауы мүмкін, сондықтан ол өзінің кітап оқып болған кітабын әкеліп қояды да, осы жерден кітап алып кетіп үйіне оқыса болады. Букросин кітап алмасу акциясының ең негізгі идеясы осы жаңа өзара оқырманды